Бәріне сәлем. Бүгін осындай жидектер қосылып жасалған өте жұмсақ пирогтарды жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқаның үстіне шым-шым тұз саламыз. Үстіне қант салып миксермен араластырамыз. 4-5 минут араластырып болғаннан кейін үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Тағы да миксермен кішкене араластырамыз. Ендігі кезекте бөлек ыдысқа ұн мен қопсытқышты екеуін қосып араластырамыз. Жұмыртқалы масымызға ұнды електен өткізіп саламыз. Ары қарай жақсылап ұндардың барлығы біріккенге дейін араластырамыз. Диаметрі 24 см болатын қалыпқа қамырымызды құямыз. Осы уақытта пешті 170 градусқа көтереміз. Ендігі кезде үстіне себетін үгітіндіні жасаймыз. Сары май, ұн және қант үшеуін осылай қолмен еземіз. Неке осындай болып шықты. Үстіне қатырылған жидектерді қолдандым. 200 грамдай осындай жидектерді үстіне салып шығамыз. Ең үстіне үгітіндіні сеуіп шығамыз. (170-180 градуста) осы пирогымызды 45-50 минуттай пісіреміз. Піскеннен кейін суығаннан кейін жан жағын осылай пышақпен алып, столға қоя берсеңіз болады. Өте жұмсақ болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.